Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін үйдегі жиі қолданатын әдісімді көрсететін боламын, яғни етті өзім қалай сақтайтынымды барлығын көрсететін боламын. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге үлкен кесек-кесек ет керек. Сіздерге соғым болған кезде дәл осылай жасасаңыз болады. Кейін бізге дәл осындай арнаразы контейнерлер керек. Және балмұздақтың да контейнері жарай береді. Ал енді менде сүрленген дәл осы етті палауға сақтап қалып жатырмын. Және осы дәл осы бір жапырақ етті контейнерге салып қоямын. Ол маған бір тамақ жасағанға керек болады. Ал енді қалғандарын майдалап көбіктеп турап аламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай еттердің барлығын көбіктеп турап контейнерге салып қоямын. Көп емес, бір тамақ жасағанға ғана саламын. Және палауға, қуыратын тамаққа және лағманға фигураларын кішкентай және үлкен қылып, өзіме ыңғайлы қылып, бір тамақ жасағанға ыңғайлы барлығын контейнерге салып аламыз. Және сіздерде соғыммен бірге бауыр, өкпе, жүрек келеді. Сол кезде де барлығын етпен бірге салынатын заттардың барлығын майдалап турап контейнерге салып аласыз. Тек бауырды ғана бөлек контейнерге салып қойсаңыздар, басқа күндері қуырдақ жасаған кезде ерітуге өте ыңғайлы болады. Менде қара кесек жылқының еті келді, сол себептен үлкен-үлкен көбектерге бөліп алып жатырмын. Басқа күндері бешбармаққа немесе басқа да тамақтарға қолданамын деп. Және бізге осындай үлкен құйрық келген екен, оны да жуып, тазалап, майда бөлшектерге бөліп аламыз. Және құйрықтан жасалатын басқа да қызықты тағамдардың видеосын шығаратын боламын. Сол себептен менің видеоларымды жіберіп болмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қарап тұрғандарыңыздай мендегі етім өте майсыз болып тұр. Сол себептен барлығына бір жапырақ майдан қойып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Және құйрығымызды да барлығын үлкен бөлшектерге бөліп алып, кейін барып пакетке саламыз. Сол кезде мұздатылған кезде ажырату оңай болады. Міне менің контейнерлерімнің барлығы толды. Енді қақпағын жауып, сыртына жазып қоямыз. Өзіңізге ыңғайланып, майда көбіктеп турасаңыз, майда көбіктеп турап, немесе палауға деп бір жапырақ ет деп, мысалы сүйек, болмаса қабырғасы, немесе бауыр, жүрек деп сыртына жазып қоямыз. Кейін тоңазытқышқа салғаннан кейін алуға өте ыңғайлы болады. Және еріткен кезде де көп уақыт кетпейді. Бетіне бізге осындай жабысқақ қағаз бар, соған өзіңізге ыңғайланып жазып бетіне жабыстырып қоясыз. Оны да алған кезде оңай алынады және контейнерлерімізді жуып, тазалап қайта пайдалана берсеңіздер болады. Сіздермен жақсы пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Енді еттеріміздің барлығын тоңазытқышқа саламыз. Барлығын қарап тұрсаңыздар, тиянақты, жинақы тұр. Сіздерді дәл осылай жасап көріңіздер. Бетінде барлығы жазулы тұр. Не керектігін алып ерітіп ала берсеңіздер болады. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.